Сәлем достар, бүгін сіздермен алатау салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Ең алдымен бізге салатный листья қажет болады. Салатный листьямызды видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін үлкен ыдысымызға салатын боламыз. Міне мен барлығын турап алдым. Енді үлкен ыдысқа салатын боламын. Ары қарай мен колбасамды, яғни шұжығымды турап алатын боламын. Достар, бұл салатты жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Дәмі де өте әдемі, әрі ерекше салат. Видеода көрсетілгендей етіп турауға кеңес беремін. Шұжықтарымыздың барлығын турап салып болғаннан кейін үстіне черри помидорын турап салатын боламыз. Черри помидоры алдын ала жуылған. Помидорымыз кішкентай болғандықтан ортасынан бір бөліп салатымызға қосамыз. Енді ары қарай біз жазда банкада жабылған огурцымызды, яғни соленый огурцыды қостық. Барлығы видеода көрсетілгендей қосып дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін уақытты аз алғанымен менің каналыма қосатын үлесі өте көп. Сондықтан менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Біз огурцымыздың барлығын турап салып қойдық. Егер үлкен огурцы болса, ортасынан бөліп салсаңыздар болады. Енді сырымызды тура жаңағы колбаса турағандай сондай турайтын боламыз. Қатты жіңішке емес, қатты қалың емес. Турап аламыз. Не осындай қалыңдықта тураймыз. Жаңағы видеода көрсетілген өте дәу болады, сондықтан мынандай кішкентай бөліктерге бөлдім. Енді көз мөлшермен қажетінше сырды салатын боламыз. Міне мен сырымды салдым, үстіне тұзымды септім. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Үстіне 3 желанияның майонезін салдым. Мына салатты 4 жерге салғанға жасадым. Сіздер грамын азырақ қылып жасасаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне түрін қарасаңыздар, өте аппетитный. Бұл салатты жеген кезде ғана дәмін көруге болады. Өте тамаша болып шықты. Енді үстіне алдын ала чечилді үстіне қойып шығамыз. Чечилімізді алдын ала осындай майда бөліктерге бөліп алдым.
міне біздің салатымыз осындай болып шықты. Дастарханға өте әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.